Енді керемет ақылды жаңа не дейді сұрақ екен да. Бауырлар, жаңалде айтып кеттім, бұл әйел билеген заман болды. Негізі дұрыс енді, ол әйелді жақсы көріп, көңіліне қарау да жақсы нәрсе ғой. Бірақ біліңіз, екінші әйелге жаңалдегі үйлену ол парыз емес. Ол бір жағдайдың, таяқтың бір үшін айтып алайыншы. Оған нәпсімен келіп ойлансаңыз да кемшіліктеу болып қалады. Өйткені біліңіз, сол жарты сағаттық ләззатқа бола, сіз ол әйелді бағасыз, киіндіресіз, ішкізесіз, жегізесіз, ауырса дәрісін әпересіз, қайын жұртыңызға күйеу бала болып жүгіресіз, үйге жаңағыдай үйдің бүкіл жұмысын жасайсыз. Сондықтан екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел аларда тек жаңағыдегі нәпсімен ойланбаңыз. Нәпсімен ойланбаңыз. Пайғамбарымыз сауап деген, екінші әйел, үшінші әйел алу сауап керек болса. Бірақ ол сол сауапты таба білген адамға сауап. Сауапты таба білген адамға. Яғни тек өзінің ғана нәпсін ойласа, ол эгоистік болады. Бәлки мейірім үшін, немесе махаббат үшін жақсы көріп қалса, немесе осыған ұқсас басқа себептерменен болады. Бірақ тек нәпсісі үшін болмайды. Өйткені біліңіз, ол нәпсінің қызығы көпке созылмайды. 1-2 айдан кейін әйеліңіз қандай сұлу болса да түрі негір сияқты болып қалады. Күніге көре бергеннен кейін.